Қайғы келсе, қарсы тұр құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, оңғаққа ірме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Көрсе қызарлықпен, жеңілтектікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Әйтеуір, анадан тәуірмін ғой деме. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жаман болады дағы. Қаруыңның барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел. Елді билеуден адамның өзін-өзі билеуі қиын. Жағдайы келгенде бақ көтеріп, таққа отыру бола береді. Бірақ соның буымен өзін-өзі ұстай алмай, абыройын ашатындар көп. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны өзі тапқан емес. Оған егер бір іліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Имансыздың сыртын қанша жусаң да, іші оңбайды. Кейбір адамдар ішсем, жесем деп дүниеге келеді. Ал кейбіреулері білсем, көрсем деп келеді. Баланы ең әуелі мейір шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулы. Адамды жөн білетін дана деп біл, істерін жалқау жанның шала деп біл. Құр жасы елулерге келсе дағы, білімсіз сондай жанды бала деп біл. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейір шала байқайды.